Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облыстық бейнелеу өнері музейі сіздерді заманауи деп аталған 20 ғасырдың өнері, оның негізгі бағыттары мен стилі туралы айтатын болады. 20 ғасырдың басында саясаттағы өзгерістер, қалалардың өсуі, революциялар, дүниежүзілік соғыстар әлемді күрт өзгертті. Олар өз кезегінде мәдениет пен өнерге де әсерін тигізбей қоймады. Алдыңғы дегенді білдіретін жаңа өнер авангардизм пайда болды. Авангард өнерін басқаша модернизм деп те атайды. Ал эксперимент ол өнердің ең басты шығармашылық тәсілі болып табылады. 20 ғасырдың бірінші модернистік ағымы фавизм болды. Оның атауы француз тілінен жабайылар дегенді білдіреді. Олардың ішіндегі ең үлкені Анри Матис жабайлардың патшасы деп танылды. Фавистер өздерінің ойын білдіру құралы ретінде түсті таңдады. Ал кескіндеме сәндік сипатқа ие болды. 20 ғасырдың басында экспрессионизм пайда болды. Осы бағыттың өкілдері өздерінің туындылары арқылы әлеуметтік мәселелерге назар аудартқысы келді. Экспрессионизм норвегиялық суретші Мунканың Крик туындысынан басталды. Бұл жауһар адамзаттың 20 ғасырда бастан өткерген қанды оқиғалардың барлық сұмдықтарын бейнелейтін сияқты. Футуризм Италияда пайда болып, көп өмір сүрмеді, алайда көптеген футуристикалық әдістерді басқа елдерге үлгі ретінде қалдырды. Заманауи қаланың үздіксіз, қауіпті және жанталас келбетін көрсетті. Қозғалысты бейнелеу үшін қарапайым әдіс қолданылды. Біртіндеп қозғалатын заттың бейнесі оның кезекті күйінде еді. 20 ғасырдың бірінші 10 жылдығында кубизм пайда болды. Кубизмнің негізін қалаушылар Жорж Брак пен Пабло Пикассо. Олар шынайы заттар мен адамдарды бөлшектеп, бөліктерді басқа тәртіппен қойды. Заттарды әртүрлі көзқарастардан бейнелейтін. Мысалы, адам бетін тура немесе қырынан салатын. Кубизмнің ең танымал туындысы Пабло Пикассоның Герникасы. Картина Испанияның солтүстігіндегі Герника қаласын нацистердің қиратуына қарсы наразылық ретінде болды. Қала Франциско Франконың фашистік режиміне бағынғысы келмегендіктен 3 сағаттың ішінде неміс ұшақтары қалаға бірнеше мың бомбаны тастады. Бұл туында азап пен зорлық сезімдеріне толы болды. Сюрреализм. Шектен тыс шындық. Ресми түрде 1924 жылы пайда болды. Сюрреалистердің шығармашылығында қиял, арманға және еске алуға ерекше мән беретін. Олардың суреттерінде шындық пен шынайысыздық үйлесетін. Оның өкілдері Макс Эрнест, Рене Магрит, Сальвадор Дали. Өнердің ең қиын құбылыстарының ішінде абстракционизм кіреді. Абстракционизмнің басты қағидасы бұл кеңістікті тану, өзінің сезімдерін және көңіл күйін жеткізу. Бұл бағыттың негізін қалаушы және теоретигі Василий Кандинский болды. Абстракционизмді мағынасыз өнер деп те атайды. Оның бірнеше түрлері бар. Казимир Малевичтің жазықтық геометриялық кескіндемесі суперматизм деген атауға ие болды. Абстракты экспрессионизмнің өкілі американдық Джексон Поллок болды. Ол жақтаулардан бас тартып, еденге жайған кенептерге бояуларды түтіктерден немесе құтылардан себетін. Кейбір кенептердің ұзындығы 5 метрге жететін. Мұндай техниканы дриппинг деп атады. Ол тамшы дегенді білдіреді. Сонымен қатар оны әрекет кескіндемесі деп те атайды. Себебі Поллок сурет салған кезде би-билеп, өз дене күшін қолданатын. Джексон Поллок 20 ғасырдың екінші жартысының өнеріне және жалпы абстракты өнеріне де бірталай ықпал қалдырды. Модернизм 20 ғасырдың бүкіл өнеріне белгілі бір бағыт-бағдар берді.
ол көптеген қарама-қайшылықтарға қарамастан қабылдана алды. Және бүгінгі күнде авангардтық стильда сурет салатын суретшілер өте көп. Біздің музей кубизм, абстракционизм және экспрессионизм стильдеріндегі қарағандылық суретшілердің туындыларын ұсына алады. Біз қарағанды суретшілерінің авангардтық туындыларын қазір сіздердің назарларыңызға ұсынамыз. Сіздер суретшінің өз туындысын қай бағытта жасағанын анықтап берсеңіздер. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.